Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, сіздермен бүгін практикалық араб тілін жалғастырамыз. Құдай қаласа, бүгін 9-шы сабақ. 9-шы сабаққа өтпес бұрын өткен сабақтағы 8-ші сабақтағы тапсырмаларды бір қайталап өтейік. Қаншалықты орындадыңыздар? Бірінші тапсырма жалпы мынау тә марбутаның кәдімгі тәден, кәдімгі мынау тәм мафтуха дейді, яғни кәдімгі тәнің айырмашылығын атау керек болған. Yani қандай айырмашылығы бар? Жалпы жазылымда болсын, оқылымда болсын. Екінші тапсырма, екінші жаттығу, тәм марбутаның екі түрі бар. Яғни біресе жалғанатын түрі бар, жалғанбайтын түрі бар. Соны айырып жазу қай әріптерден кейін осы түрі келеді, қай әріптерден кейін жалғанатын түрі келеді. Соны біз сіздерге өткен сабақта айтқан болатынбыз, жеткізген болатынбыз. Одан кейін мынау төмендегі үшінші жаттығу, нелерді мысалдарды дәптерге көшіріп жазу және мәнерлеп оқу болатын. Осындай негізгі тапсырмалар болған. Сіздерге қазір біз оқып жеткіземіз. Оқығаннан кейін ары қарай иншалла Құдай қаласа несі келтіреміз. Өткен сабақтағы сөздер бірінен соң бірін оқиық иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Так. Кешіріңіздер. Міне келді. Мухлисани. Бұл енді алдындағы сабақтарда бар, бұл жерде мәт бар. Мухлисани, мунфиқани, мукримуна, муслимуна, бари, али, راضي اللي отырыңыздар, я? قاضي جمال حرام كمال أموات غبار كلام جواهر كواكب مكاتب ماهر معطير كريم تدريس حرة مرات نطيق مربوطة ميمونة бұл жерде مربوطة да бар, бұл жерде мәт та бар. يمامة حكمة شريفة امرأة شكور كربة ثروة المشقة нәжде мимді компьютермен жазған кезде мим сәл көрінбей кетеді. Сол үшін нәжде негізде мим бар. Машаққату الميراث الشافع бұл өткендегі әл артиклдеріне мысал нәжде негізінде не бар? الجوهر السعيدة الظلم الضرر الرصد اللهب النسب الفتح несі бар? Сукуны бар. Әл-фатху. Міне бұл өткен сабақтағы мысалдар. Бүгін енді жаңа сабаққа көшеміз, Құдай қаласа. Біздің жаңа сабақ 9-шы сабақ. Бұл бүгінгі тақырыбымыз хамза тақырыбы. Хамза. Хамза араб тілінде 28 әріптің құрамына кірмейді. Яғни бұл 28 әріптің құрамына кірмейді. Бірақ толық әріптің қызметін атқаратын белгі. Хамзаның белгісі, міне мына көріп отырсыздар. Хамзаның белгісі осы. Хамза харекет, сукун, тәнвинмен байланысып дыбысталады. Яғни мысалдармен оқимыз. Яғни бұл өз жеке бір оқылатын не. Харекетке байланысты фатха болса ә деп, кәсра болса и деп, дамма болса у деп, сукун болса сәл кідіріп оқылады. Егер үстіңгі фатха болса, онда ә деп оқылады. Мысалы, үсті фатха болса ә деп оқылады. Астында кәсра болса и деп оқылады. Бұл хамзаның астында и деп. Үстінде дамма болса у деп оқылады.
у деп дыбыс береді. Сол секілді хамза фатхалы тәнуин, яғни ән, кәсіралы тәнуин, ин, даммалы тәнуин, болып дыбысталады. Хамза сүкунмен байланысып дыбысталған кезде сәл кідіріс болады. Яғни оны біз сізге қазір көрсетеміз кейін. Хамза көбінесе алиф, вау, я әріптеріне тірек ретінде пайдаланып, оның әріптік рөлін жояды. Яғни бұл хамза, алиф, вау, я әріптерінің үстінде келуі мүмкін. Үстінде келеді, бірақ сол әріп өздері, ол әріптері тек қана тірек ретінде ғана пайдаланады. Тірек ретінде дегеніміз, ол әріптік рөлін жоғалтады. Яғни бұл хамза қандай харекетте болса, солай оқылады. Мысалы, хамза уаудың үстінде оқылуы, қараңыз. Мәс'улун, мына жерде мынау уау оқылып тұрған жоқ. Бұл жерде үстінде хамза оқылып тұр. Мәс'улун, яға мысалы қараңыздар. Шатиу, әріпі оқылып тұрған жоқ. Шатиу. Кей жағдайда жеке келуі мүмкін, мысалы, жеке келетін кездері болады, мысалы, сәмәун, яғни хамза бұл жерде үлкендіріп жазылады. Сәмәун. Және нибраның үстінде келуі мүмкін. Нибра дегеніміз, міне қазір сіздерге бір немен көрсетіп жазамыз. Нибра бұл әріп секілді, мысалы біз мысалы, әріппен жазған кезде әріппен жазамыз ғой, сол секілді не, бірақ нүктенің орнында осы хамзаны жазады. Мысалы, оқылған кезде қалай оқылады? Фууsun. Көрдіңіздер, иә? Енді бұны сіздерге бір жазып көрсетейік. Так, бисмилля. Міне қазір сіздерге түсінікті болу үшін жалпы бұл мысал. Техникалық ақау, кешіріңіздер. Так. Так, міне қазір сіздерге жазып көрсетсем, сосын түсінікті болады. Өтпеңіздер. Міне, біздің бұл неміз, мысалы жазу үшін қолданатын тақтайшамыз деп айтсақ, тақтамыз деп айтсақ бола ма? Сіздерге осы бойынша көрсетеміз қазір. Мынау міне хамзаның белгісі, жалпы хамзаның белгісі осы. Хамза егер үстінде жаңа айтқандай фатха болған кезде, онда ә деп оқылады. Егер астында кәсіра болған кезде, онда и деп оқылады. Егер дамма болса, өтір секілді, онда у деп оқылады. Енді сіздерге мынау кейбір жазылу несін көрсетіп жейін. Мысалы, жаңа айттық қой біз, мысалы неде келуі мүмкін, уаудың үстінде келуі мүмкін, алифтің үстінде келуі мүмкін, ол бәрі түсінікті. Енді кей кезде мысалы ненің үстінде келуі мүмкін, сөздің жеке келуі мүмкін. Мысалы, қараңыздар, жаңа жоғарыда жаздық. Мысалы, сәмәун деген сөз. Мысалы, мұны жазамыз. Сәмә. Нәрсе көріңіздер, осындай жеке келуі мүмкін. Яғни бұл жерде харекетке байланысты ин, ән деп жаңа харекетіне байланысты оқыла береді. Мысалы, сәмәун. Сол секілді, құрметті шәкірттер, аля нибра дейді, нибраның үстіне келуі мүмкін деп айтады. Нибра дегеніміз ол мынау қазір. Нибра дегеніміз кәдімгідей біз бір әріп жазған кезде, бір әріпті, кез келген бір әріпті жазған кезде, сәл көйтіп алайық. Мысалы, бір әріпті жаздыңыз ғой міне, мысалы, тә болсын. Бірақ бұның орнына хамзаны жазамыз, хамза осылай. Аля нибра дегеніміз, нибраның үстінде дегеніміз осы. Бұл жаңа үстінде фатха болса, ә деп, астында кәсіра болса, и деп, дама болса, у деп дыбысталып оқылады. Түсінікті, иә? Енді негізгі сабағымызға қайтайық.
негізгі сабағымызда мына жерде хамза екіге бөлінеді деп тұр. Хамзатыл уасыл, жалғастырушы хамза және хамзатыл қатығы деп екіге бөлінеді. Хамзатыл уасыл және хамзатыл қатығы. Енді негізінен хамза деп айтқан кезде бұл жерде хамзатыл қатығы. Яғни кәдімгі оқылатын хамза бар, оқылмайтын хамза бар. Қай кезде оқылады, қай кезде оқылмайтын қазір сіздерге түсіндіреміз. Бірінші түрі хамзатыл уасыл. Тоқтағанда оқылады, жалғастырғанда оқылмайды. Қалай ол? Және хамза белгісі мынау не жазылмайды негізінде. Сөйлемде көп кездесетін тұстары әл артиклінде тек а немесе ә деп оқылады. Мысалы, әл қаламу, әл жарасу. Әл артиклі болған кезде мынау әрдайым ә деп оқылмыз. Егер әл артиклі болған кезде, естеріңізде сақтауларыңыз керек, әл артиклінде біз тек қана ә деп қана оқимыз. Сол секілді 9 есім сөз дейді, тек қана и деп те оқылады. Мысалы, осындай кезде хамзаның белгісі жазылмайды. Оның орнына осы мынау хамза тек қана өзі ғана, алифтің өзі ғана келеді. Сол кезде біз осы сөздер келген кезде ғана имраатун, имруун, ибнун, ибнатун, ибнун, истун, исмун, итhnani, итhnатани деген кезде келген кезде осылар кезде ғана біз кәсіра қоямыз. Егер бұл мысалы бұның алдында бір сөз болса, онда мынау оқылмайды. Бірден мысалы уамраатун, уамруун, уабнун деген секілді бірден бұға кетіп қояды. Мынау оқылмайтын. Егер бұның алдында әріп сөз болса, оқылмайды. Тек қана осы сөзден басталған кезде ғана и деп оқимыз. Мысалы, өткенде әл артиклін өткен кезде айттық қой, мынау егер осыдан басталған кезде әл қалам деп, әл жарас деп оқимыз. Егер бір сөз болса, уа секілді, мысалы, уәл қалам деп бұлдан бастап ұлға көшіп кетеміз. Сол нәрсеге мән берсек, бұйрық рай дегеніміз, енді бұл сәл бір күрделі не, енді бұны Құранда көп кездеседі. Мысалы, ишраб, ижлис, ифал, ижлис, енді бұны кей кезде у деп оқылады, кей кезде и деп оқылады. Қай кезде у, қай кезде и екенін сіздерге түсіндірем. Егер ортаңғы әріпі, ша, ра, ша, шин, ра, бә әріптері тұр ғой, соның ортаңғы әріпі р әріпі. Егер р әріпінің харекеті, қараңыздар, естеріңізді сақтаңыздар, р әріпінің харекеті фатха немесе кәсіра болса, міне жаласадегі, онда әрдайым иден басталады. Мысалы, ишраб, ижлис, ифал, мысалы, ижлис екі қайталанып кеткен екен, тек иден басталады. Егер ортаңғы әріпі, мысалы, с, ж, д-ның ортаңғы әріпі у болып тұр, мысалы, ортаңғы әріпі у болса, онда усчут деп жазады. Бұл неге үшін айтып жатырмын? Өйткені Құранда, мысалы, Құранда кейбір кезде жалпы осы хамзатыл уасылдың харекеттері жазылмайды. Мысалы, несіз харекетсіз жазылады кей кезде. Тек қана хамзаның өзі ғана даммасы жазылатын кездер болады. Оның жаңа ол жерде удан басылатынын қайдан білеміз? Ортаңғы әріпіне қараймыз. Ортаңғы әріпі дамма болса, онда удан басылады. Егер ортаңғы әріпі кәсіра немесе фатха болса, онда тек қана иден басталады. Еш уақытта адан басталмайды. Хамзатыл қатық тоқтағанда да, жалғастырғанда да оқылады, және әрдайым хамза белгісі жазылады. Енді бұл хамзатыл қаты. Жалпы хамза деп айтылған кезде, хамзатыл қаты негізін мақсат соның хамзатыл қатықты айтамыз. Мысалдарды қараңыздар. Әна, әнта, ахуалун, атфалун, бәраә. Қараңыздар, жеке өзі оқылады. Бәраә, кәләә. Көрдіңіздер ма? Сәбәә. Кисаун, кисаун. Түсінікті, е? Суалун, қараә, жазаән, шиуаун, джиә, джузун, милун, сәәлә, шатиун, бинаун, мәләә. Осы сөздерді сіздер естеріңізде сақтауларыңыз керек. Тапсырмалар бірінші жаттығу хамза белгісінің сөздерге келу ерекшеліктеріне және жазылу түрлеріне мән беру және әрбір түріне мысал келтіру. Мына жерде екінші жаттығу, енді бір жерде бәрі бір жаттығуға кетіп қойған екен. Екінші жаттығу сіздерге кейінгі кітап несіне жазған кезде оны бөліп жазамыз. Жалпы бұл жерде хамза белгісінің сөздерде келу ерекшеліктеріне қарайсыздар, бір тапсырма. Одан жазылу түрлеріне қараңыздар. Қай кезде жолдың үстінде, қай кезде алиф, уау, яның үстінде жазылады. Осының әрбір түріне мысал келтіру. Төмендегі мысалдарды дәптерге жазу және мәнерлеп оқу. Құрметті бауырлар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Алла тағала ілімдерімізді арттырсын.
Сұрақтарыңыз болса, әрине бұл сәл қиындау тақырып, сұрақтарыңыз болса, осы тікелей менің телефоныма хабарлассаңыздар болады. Менің телефоным 778-988-47-28. Хабарласқан кезде маған WhatsApp нөміріне жазсаңыздар, ыңғайлы уақытта сіздерге жауап беретін боламын. Алла разы болсын.